Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн Сүлеймен Кайрадан кыргыз элинин маанас, баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантып жатабыз. Мен мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, Сагынбай Оразбактын вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазган элем. Мына алар силердин көз алдыңарда турат. 5 томдуу роман тең. Мен бул китептердин баарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда китептер толук ойдон мектептердин окуу программасына киргизилип, Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Андан кийин Манас эпосун окууга оңой болсун үчүн мен мындай кылып 8 жана 11 класстардын окуучулары үчүн жумушчу дептерлерин түздүм. Булар дагы азыркы учурда Билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына киргизилди. Мындан чыккан мына мен силерге азыр YouTube каналымда видеороликту менен сүйлөп жатам. Бул видеороликту мен учурда орус тилинде дагы чыгарып жатамын. Себеби орус тилинде субтитрлер койгонго мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондуктан азыр орус тилдүү видеороликтеримди мен дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлерин кошуп жатам. Ошондуктан силердин сураныч кимде ким мүмкүнчүлүгү болсо, өзүнүн алыс жакындагы чет мамлекеттердеги досторуна, туугандыктарына ушул биздин видеороликтер жөнүндө айтып койсоңор жакшы болот. Мындан чыккары мен бул китептеримди орус тилине да котордум. 5 том китеп. Орус жана кыргыз тилдүү романымды азыркы учурда эпос Манас ком деген интернет сайт ачып, ошол сайтка 2 тилдүү романды ошол жерге койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Эми мен силердин уруксатыңар менен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Бакай эмне деп дөөлүрөп жатат Жөнекелди Манастын. Дайыма жакшы сөздөрдү айтып, көңүлүмдү көтөрүп жүрөт эле. Мен колду таштап кеткенден бери ага эмне болгон? Эмне үчүн абалымды сурабай, ушунча күндөн бери кайда жүргөнүм менен кызыкпай, мени жемелеп жатат. Деги ал өзү сообу? Кандайсың, аба? Түн сурайды Бакайдан Манас. Ал жайды сурагандын ордуна эмнеге мага атырыласың? Мен эмне кырды усунган душманга кыңкайып туруп берейинби? Сага ким кырды усунду? Бир аз сумшак сурады аша чаккан жазбай сезген Бакай. Баали аба, шылымдай карадага баатыр. Эми өзүңө келдиң. Сөзүңдү дал ушундан башташ керек эле. Кысталак кыйтууча мага жана тынч жаткан айылга өзү келип кол салды. Өкүмсүп келип жылкы алды. Муну көргөндөн кийин кыжырданып, алардын баарын жайладым. Бирок Бакай сүйлөй баштады эле, Манас анын сөзүн кескин бөлдү. Эмне бирок, аба? Демитти ал Бакайды. Сенин оюңча мен унчукпай ал жерден качуум керек беле? Жок аба. Катылып келген душмандан эч качан качпаймын. Аларды өлтүрөм, же өзүм өлөм. Өлүп калсам да бул дүйнөдөн душманга алым жетпей өлдүм деп аркы дүйнөгө өкүнүч жок барам. Кыйтууча бул жерге эмне максат менен келиптир?
сөзді башқа тарапқа бұрып, Манастың ачусын басуға әрекеттенді шашқалақтап қалған Айдархан. Ал ол екенін шалғыншысы екен, түнері жауап берді Батыр. Араникте ашар су бар әскерін топтап, бізге жүргені даярданып жатыптыр. Ал океда сол жатпай, Ташкенді қырғыз алды деп, тишин қайрап, азыр сізден Абаке, қорқып қалар жаны жоқ. Ушундай бекен, өзі чақчая түшті. Ушул кезге чейин сөзгө аралашпай турган Көкчөнүн. Эгерде калмак Кытайлар ушунчалык эрегишип калган болсо, эсен соғышта Алтайга кайтып кеткенибиз оң эмеспи? Айдархан менен Бакай бири-бирин тиктешти. Көкчө алардын ичиндеги ойду айткандыгы алардын түсүнөн көрүнүп турду. Ушундай кылсак деле болот. Алардын оюн айтырбай түшүнгөн Манас мыйыгынан жылмайды. Азыр аттансак, бир нече күндө Алтайга, Жылдызга жарап жетебиз. Аман койсо Кудайым, Баркөлгө барып жетебиз. Дал ошондой болот, деп сүйүнүп кетти Айдархан. Эч жерде токтобосок, тез эле үйгө барабыз. Туура капалуу журмайды Баатыр. Бирок Түркістандагы алаштардын абалы эмне болот? Биз кеткен соң калмактар, Кытайлар аларды түк койбой кырса, эмне кылабыз? Туугандарыбыздын бетинен кан акса, убалы кимдин мойнуна? Көзүнөн суу акса, жашы кимдин койнуна? Манас суроолу тиктегенде, эмне деп жооп берүүсүн билбей, абаларын чыкпастан уялганынан жетиктеп калышты. Жооп таба албай жатасыңарбы? Сурады алардан Баатыр. Мен да бул суроолорго жооп таба албадым. Жергиликтүү алаштар калмактардан кырылса, кыяматта мойнума кызыл кан түшүп, кыстоосуна калам. Ошондуктан бул жерден кетпейм. Ак жазганын көрөмүн. Намысым үчүн өлөмүн. Кур намыстыкка алдыргандан эмне пайда? Өзүнчө күңкүлдөө оң колу менен аттын жалын сылай Айдархан. Эсиң барда этегиңди жап деди. Кыжылдаган Кытай менен чабышкандан эч кандай пайда таппайбыз. Аларды жеңе да албайбыз. Намыстын бул жерде эч кандай тиешеси жок, деп башын чайкады Баатыр. Жергиликтүү алаштарды таштап кетсек, жаныбызды куткара албайбыз. Эмнеге? Таң калды Көкчө. Кытайлар Ташкентти, Түркистанды алгандан соң өч алуу үчүн Алтайга барып, элибизди азапка салып, өткүрлөрдүн баарысын кырса, аларга алуу жетпей калуусу мүмкүн. Силер ушуну каалайсыңарбы? Жок, каалабайбыз, так жооп берди Бакай. Мен да муну каалабаймын. Кыргызга намыс талаштым. Кызыл чакак чыкканча кыямат кетсин Манасым, деп ачуулана сөзүн бүтүрдү Баатыр. Бакай эч нерсе деп жооп бере албай, шылкыйган бойдон жер карап калгандыктан дагы далай сөздөрдү айтууга камынган Манас ачуусун басты. Ошондон кийин баары аттарына минип, Араниктин жанында турган колун көздөй жөнөштү. Баатырлар Токойлу Кендир тоосуна жеткенде алдынан толкуп жаткан көп аскерин жолуктурушту. Манас кайрадан аны баштап, Баянды деген талаага жетип, Боз ала тоонун учуна чыкканда, ат чабым жерде Араник калаасы көрүндү. Көп убакыт өтпөй, андан кеселик баштаган аскер чыгып, талаанын ортосунда кең жол менен Черней Сырнайды бапылдатып, дубул башты күңгүрөтүп, Кыргызстандын колу тарапка жабылды. Кеселиктин жанында Талап, Айчаң уулу Кетеник, Шакурша, Күрөңдү жана башка атактуу аскер башчылары
урушууга атайын үйрөтүлгөн 8 пилда бара жатты. Кеселик колун Кыргызстанга бет маңдай келгенде кең талаада токтотту. Аскерлик салт боюнча согуштун алдында адегенде балбандар Эреөлдө күч сынашы шарт. Кытайлардын аскеринен бөлүнүп, мунарадай бою бар, чапчак, сары жүздүү талап балбан айгайлап чыга калды. Кыргыз казак элине кыргын салам, найзасын колуна алып упузалай баштады талап. Азабыңды берейин, ажалың жеткен келгин, бул жерге келген элиңдин бири менден кутулбайт. Бар аскерин жыйылып келсе да, мага келбес алың. Так ажалың жеткен талап төөгө кез келгин. Кыргыздардан Эреөлгө Кыпчактын орто бойлуу, кең далдуу, кара торы Көчөк баатыры чыкты. Ал майданга айкырып кетип барып, калмакка найза салды. Талап балбан аны кагыйып, күч менен Көчөккө күрсү салды. Башы талкаланган кыргыздын баатыры күл-күл болуп шейит кетти. Көчөктү өлтүргөндөн кийин талаптын сөзү күчөнү. Чымчыкча чыдап калбадың, чыкпай калды арман. Бачым келгиле баатырлар, миңин коюп саның кел, өлүмүңдү сагынсаң, өңкөй алаш баарың кел. Адатынча чоң сары чатырын аскерлердин артындагы көк дөбөгө тиктирген Манас Көчөктүн калмактын колунан курман болгонун көргөндөн кийин башын кейиштүү чайкады. Талап туура айтып жатат, деди баатыр. Көчөк ага жарытарлык каршылык көрсөтө албады. Бир аз ойлонгондон кийин Манас Эреөлгө далай салгылашууларга такшалган, атагы таш жарган орто бойлуу, кара тоору Талыкбай баатырды чыгарды. Өз күчүнө ишенген кыргыз майданга атырылып чыгып, калмакты найза менен качырды. Анын эсеби боюнча соккудан талап аттан учуп түшүп, күнжан болуубуз керек болчу. Бирок баары ал ойлогондой болбоду. Калмак эртен учмактуу ортунан былк этип койгон жок. Ал сунулган найзаны калканы менен кагыйып, кылычы менен аны кыя чапты. Найза сынган кыргыз кайра колуна качты. Калмак артынан кууп жетип, аны кылычтап жара чапты. Талыкбай ат маты менен бөлүнүп, ошол жерде курман болду. Кыргыздын ой жеңген талап өтө кыйынсына баштады. Ага келергиле, чантуулар, шоруңарды кайнатайын, бириң эмес баарыңды союйун деп ал айгай салды. Булакмак кантет деп казактын узун бойлуу, сары жүздүү Соорун баатыры Эреөлгө чыкты. Эрдемсинген казак калмактын жанына барды. Талап озунуп, Соорунун боорун найза менен жара койду. Ал аттан кулап, тил тартпастан кайтышып болду. Бул каапыр кантет аябай таң калды багай. Катылганды суу койбой, акыры баарынын канын төктү. Манастан Эреөлгө чыкканга уруксат сурап, каарданган бакай бар жарагын байланып, жаратканга жалбарып, майданга чыкты. Баатыр талапка учкан куштай жетип келип, ага найза салды. Аны тоотпой, мыйыгынан күлгөн калмак найзаны шыпыра чабуу үчүн күрсү салды. Анысы тиелегинде бакай найзасын буруп алганда, жаздым чабылган күрсү жерге урулду. Калмак өйдө болуп, дагы сокку бергенче бакай аны кекилтекке найза менен урду. Талап тамагынан жел чыгып, кызыл каны шыркырабага баштады. Душманын ой боюна койбой, бакай кылычы менен анын оң колун кыя чапты. Жалгыз колу менен калган талаптын үрөйү учуп, качууга аракеттенди. Атынын башын бура бергенде бакай аны кылыч менен моюнга салды.
Başı almaday жерге томолонған қалмақ аманатын Құдайға тапшырды. Батырдың қаза болғанын көрген қалмақтар Бақайға қарсы бойы ұзын, қара торы, сап-сары, сұқсақ батырын майданға жіберді. Талап елді өлтіріп, аябай жинімді келтірдің. Күрсін қармап, күркіреді сұқсақ. Сенен етан барған жеріңе жіберейін, чанту. Суратына қымшы салып, сұқсақ Бақайдың алдына барды. Екі балуан бірнеше жолы найзамен сайышып, айбалтаменен 40-50 жолы чабышып, ешкімісі жеңілген жоқ. Айбалталарын таштағандан кейін Бақай жонындағы көкшебек мылтығын алды. Ал Қорасан ұлттық бір жағы қарауылға қалмақтың башын келтіріп, маша тартып қалды. Атылған оқ башына тиіп, атын алып түсіп, сұқсақ үйінен арманда келді. Ошонда қалмақтардан майдан ұзын бойлы, қара торы, чапчақ, кетелік атты балуан шықты. Бар қырам деп Бақайға кекеніп кетіп барды. Екі батыр бір топқа шейін найзамен сайышып, жеңішке жете алышқан жоқ. Бұға ачуланған Ербақай кетелікке жетіп барды. Аны алтын жазы қара кемерден қармап, 6 жашар баладай атынан жұлып, көтеріп жерге ұрды. Жерге тиген жағы бұрқырап, кетелік жарадар болды. Ордынан тұра албай, боғырымен сөйлеп, қалмақ ошол жерде жан берді. Кеш болып қалғандықтан екі қол жататқан жеріне қайрат тартып қалышты. Қарауылды қатты қойышып, тамақтанып алғандан кейін екі тарап ұйқыға кетті. Ертесі күні таң атқанда бақытлардың ереуілі қайра болғанда. Бачым келген мұнда деп бақырып, қалмақтың ұзын бойлы, сары жүзді Шақырша батыры Жаркөк деген атын мініп майданға шықты. Бат жүрген. Аға қарсы қырғыздардан арыстан үлгі барды. Шақырша аны қылышымен чапқанға әрекет қылды. Ачуланған үлгі қалмақты қиыға. Оқ кекіртекке сайылғанда мақтанып келген қалмақ тіл тағып бастан тұзыққа кетті. Шақырша өлгенден кейін үлгіге ереуілге ұзын бойлы, алып денелі, күреңді келді күркіреп. Лайлама қолды бақырды күреңді. Маға келген жан өлерсің, тірі жаным қалады деп бөді қам күн болбо. Балуандар 15 жолы найзада беттешіп, қылышымен 40-50-де чабышты. Кейін алсақ дешіп, бері-бірін айбалтамен салышышты. Аленгер жа мылтықменен бері-бірін атышып, ешкімісі жеңішке жете албады. Кеш болып кеткендіктен ереуіл тоқтады. Ертеңгі күні таң атқанда қалмақтардан дашқазандай башы, қомданып жатқан қара иттай екі қара қашы бар. Жердегі ашқан елінен 50-ге жақын жашы бар. Тоты құштың құйрығы төбесті сайылған қашалық шықты майданға. Лайлама қолды қиқырдал, қайдасың чанту, келгін маға. Дөде болған сүрінен айбығып, ешкім аға бара албай тұрғанда майданға қазақтардан орта ойлы, шымыр денелі, Ақжымал, Қабайбай ұлы Ашанбай қартанып бақырып шықты. Ал қачалқа чаап бар, аны қара найзасымен ұрды. Қалмақ айбалтасымен чаап жібергенде найза қашырап сынып кетті. Анын сынықтары ар тарапқа чачырап, бірі көзіне қадала түшіп, Ашанбай көзден айырылды. Көзіне орғанына шыдабай, атын башын бұрып, қазақ қолына қашты. Қачалық артынан жетіп, башына айбалтаменен чапқанда, Ашанбай қалың аскер қашына келіп құлады. Өлтірдім чантуыны, шаңды қиқырып, қачалық қолына қайрат тартып кетті. Бирок Ашанбай өлбестен оор жарадар болды. Анын аяғын ұштап алдына кейген көкше
Kөгал атына секіріп мініп, қачалыққа жетіп барды. Қалмақ, алеңгір жағасын қармақ, күшіген жүнді оқпен атқанда, көкше қалқанды тұса қойды. Оқ қабаттың бешеуін бұзып, андан ары өтпей тоқтап қалды. Сені ұмырбасмын, қалмақ деп ашуланған көкше қачалық өтерінен найза салды. Найзаның ұшы чарайынаға батпай, тайылған бойдан кеткенде қалмақ көкшені айбалтаменен салды. Қорғанып, көкше аны сабынан қармап алды. Айбалтаны тартышып, қармаған қолы қарышып, балбандар әскерінен ажырап, далаға шығып кетішті. Тоғыт аянып, бері-бір тоқталбай бір салышып, шаршағанда екі батыр тоқташты. Мына нұрматты жолдаштар, бізге берілген уақыт соңына шықты. Мен сілермен қоштасамын. Қайрадан жолығышқанша саламатта болыңыз.